Сәлем достар, Асалема арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видеоблогымызда өте дәмді табада пісірілген торт әзірлейміз. Корждары өте дәмді шығады, дәл духовканыкіндей болады. Рецепт ұнаса пісіріп көріңіздер және видеоны аяғына дейін көріңіз. 4 жұмыртқа мен қантымызды жақсылап миксерлейміз. Қант ерігенше, аппақ көбікке айналғанша. Артынан сұйық май, сүт және суымызды құйып араластырамыз. Құрғақ заттарымызды қосып миксерлейміз. Достар, каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, комментарий жазып және лайк басуларыңызды сұраймын. Өте дәмді торт болады. Қызған табаға құрғақтай құймақ тәріздес корждарымызды пісіреміз. Осылай құйып аласыз, немесе блиницаға пісірсеңіз де болады. Қақпағын жабамыз. Әрқайсысы 5-6 минутта піседі. Осындай тесіктер пайда бола бастағанда бетін астына қаратып аударамыз. Осылайша барлық коржымызды пісіріп аламыз. Менде 6 корж шықты. Салқын сливкеға сахарный пудрамызды қосып, қою кремге айналғанша миксердің өте қатты жылдамдығында миксерлейміз. Және миксердің венчигі және араластыратын ыдысыңыз да өте салқын болу керек. Алдын ала тоңазытқышқа салып алсаңыз болады. Сонда қою крем тезірек шығады. Артынан творожный сырымызды қосып миксерлейміз. Осындай әдемі крем шығу керек. Корждарымызды жинаймыз, тортымызды. Пропитка жасаймыз, қант пен суды араластырып, кремімізді жағып шығамыз. Тегістейміз. Егер молочная девочка тортын пісіріп көрсеңіз, корждары сол торттың коржына ұқсас келеді, жұқалығы. Бірақта кесіп жеген кезде өте дәмді. Ортасына шоколадты ганаш. Өз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Сау болыңыздар.